Жоқ, сонда шын русалка осындай ма? Қалай? Біз көріп жүрген мынандайлары не болды сонда? Мына кішкентай қыз өз мамасының мазаратына келіп еді, кейін не болғанын даже түстеріңізде де көрмегенсіздер. Сәлемсіздер, мен Диана екеу, даже не айтарымды да білмеймін. Бұл видео қорқынышты ма, әлде ондай емес па? Бірақ шын өмірде бар болуы мүмкін тірі нәрселерді көретін боласыздар. Әсіресе ең соңғысы маған миыма қатты әсер етті. Так что қалдырмай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ақыры демалғанда. Америкадағы Фипс деген отбасы қанша уақыттан бері ақыры демалысқа шыққанда нағыз русалканы көріп қалған. Оны 9 жасар кішкентай балалары байқаған. Суға қараса басқаша бірдеңе жүзіп жүр екен. Мама, папа, қара, ана жақта русалкаға ұқсас бірдеңе жүр десе, ата-анасы сенбей қайта күлген ғой. Ой, оттай бермейші деп ше. Бірақ тура сол моментте бәрі өлә деп қатып қалады. Өздеріңізде осы видеоға мұқият қараңыздар. Бас жағы адам, аяқ жағы балық сияқты болып тұрғаны анық, прям анық көрініп тұр. Тек 1-ақ секундқа осылай судың бетіне шығып, ары қарай астына қарай кіріп кетіп, вообще көрінбепті. Неужели шынымен русалка ма? Қалай ойлайсыздар? Жалпы русалкалар шыны керек, не аңыз, не шын екенін білмейсің. Білесіздер ме, даже кейбір адамдар үйленбей де бала шағалы болмай да бүкіл өмірін русалка іздеумен өткізеді екен. Солай жүрген адамдардың бірі дәл осы видеоны түсіріп алған. Саған 1 или 2 русалка болса мейлі ғой. 100 русалкалар дельфиндер сияқты судың бетіне шығып, кіріп, жүзіп жүр. Тіпті адамдардың қасында да. Бірақ сонда да бұл әшейін монтаж или қойш, дельфин ғой деген де сөздер айтылып жүр. Бірақ түсірген адам болса, неге сенбейсіңдер? Бұлар русалкалар ғой дейді. Кім білсін енді. Майоки. Әттең ай, бізде жоқ қой. Бірақ шет елдерде арнайы русалкаларға арналған музейлер өте көп. Қараңыздар, барлығы өтірік фигуралар негізі, бірақ сонда да шынайы қорқынышты көрінеді емес па? Уже миллион адамдар айтып жүр, ойбай, русалка көрдім деп. Тағы біреуін көрсетейін онда. Испания, Майоки қаласы. Алыстан кемемен кетіп бара жатқан бір еркек жағада демалып отырған русалканы көріп қалған. Денесі адам, ал асты балық, кожасы көк түсті. Жүзіп бара жатқан кемені байқамадау деймді, болмағандай осылай отыра берген. Тағы да ешкім білмейді, русалка ма бұл әлде жоқ па? Миннесотадағы русалка. Негізі билік бізден көп нәрселерді жасырады. Айтпайды, бізді білмесін, әйтпесе скандал болып кетеді деп. Олар өздері жасырын жерде әртүрлі монстрларды асырайды дегенде теориялар өте көп. Даже олар бізден басқа планетадан келген құбыжықтарды да жасырады дегенде өсектер көп. Міне мына видеоға қараңыздар да. Сары киінген 2 адам қолдарына бірдеңені көтеріп алып әкетіп бара жатыр. Бас жағы адам болып тұр, ал құйрық жағы жап-жасыл жылтыраған балық болып тұр. Видеоны түсірген адамның айтуы бойынша кейін қап-қара 2 машинаға отырып бәрі кетіп қалыпты. Егер анау шынымен де русалка болса, кейін не істеді екен оғана? Бишара деймді, ойлаудың өзі жаман. Өлә, бір өтініш айтсам бола ма? Менде өзі көп қызық видеолар шыға берген, қалайсыздар ма негізі? Қане онда тез лайк басып тастаңыздаршы, қалаған бір комментарий жаза саламыз. Ал мен уже видеоның ең қызық деген бөліміне өте берейін. Мыстан кемпір ма? Бұл видеоны кішкентай қыздың папасы YouTubeға салған. Итімен, қызымен қыста, күн суықта далаға прогулкаға шығып, әшейін видеоға түсіріп жатса, қызы ана зданиялардың ортасынан дәл осындай мыстан кемпір сияқты бірдеңенің ұшып өткенін көріп қалады ғой. Өздеріңіз байқап, қарап көріңіздер да. Байқамағандарға жақыннан ей-жай қылып көрсетейін. Папасы да басында көрмеген ғой, қыз айтқаннан кейін барып видеоны ашып қараса, кәдімгідей шошып кетіпті. Не ұшып жүр, не анау деп. Әшейін бір жеңіл мусор пакетке де ұқсамайды, желдің кесірінен ұшып жүрген екен ғой дейтін. Папасы бірнеше күн өткен соң видеоны тағы да қарайды да тағы да қорқады ғой ше. Сөйтіп адамдардан көмек сұрап YouTubeға салыпты. Кім біледі не бұл деп. Бірақ видеоның таралып кеткенінен басқа дымда болмады. Ешкім аспандағы не екенін айта алмады. Жасыл лазер. Ал бұл аспандағы пайда болған лазерді болса, әлі бәрі точно өзге ғаламшарлық деп жүр. Өйткені аспанда бұндай жасыл жарық мүлдем жоқ еді. Еще лазер сияқты жанып тұр ғой, қарасаңыздаршы. Ровно түнгі 10-да пайда болыпты.
Мә, жаймен төбеге көтеріліп бара жатыр ғой еще. Уже неше жылдан бері интернетте жүр осы видео. Әркім әрдеңе айтады, бірақ ешқандай нақты жауабы жоқ. Вертолет та, самолет та емес точно. Дрон ба дейін десең, дрон да емес. Сол жақта тұратын адамдар болса, әй бұл свет заводтан шықты ғой дейді. Бірақ түннің бір уағында бұндай аспанға дейін баратын свет жағып алып не істегенін ешкім білмейді. Қорқынышты русалка. Русалканың темасынан алыс кетпей тұрайық. Гарантия берем, сіздерге бұл видео жасанды интеллект емес. ИИ пайда болмай жатып, интернетте жүрген видео бұл. Сонда шын русалкалардың түрі осындай ма? Қалай болды? Неғып сонша жаман қорқынышты? Скелет сияқты басы, денесі бар да, ал асты жағы құйрық сияқты бірдеңе болып тұр. Түсіріп тұрған адам жақындап барайын дегені сол еді. Русалка байқап қалып, тез-тез суға түсіп қашып кетіпті. Ей, Әппақ бірдеңе. Бұны енді сіздер түгілі мен өзім көрсетуге қатты қорқып тұрмын ше. Испаниядағы бір супермаркеттің камерасына түскен видео. Азанда магазинге жұмысшылар келсе, жан-жақтың бәрі шашылып, бұзылып, жаман болып кеткен екен. Жейтін заттар, шкаф бар ма, бәрі быт-шыты шығып кеткен. Бұлай қарасаң, любой адам өлі ұры түсіпті ғой түнде деп ойлайды негізі. Бірақ камераны қараса, мына әппақ монстр ма, аруақ па, не ол өзі? Иә, бір адам жоқ, ешқандай да ұры түспеген, бірақ заттар өзімен өзі құлап, еще аппақ прозрачный призрак сияқты бірдеңелер жүр. Қағаз өзімен өзі ұшып кете салады, заттар құлай салады. Мына тележка ғой қалай жүріп кетті деймді. Складтағы коробка, анау-мынаулар да өзімен өзі құлап қирап жатыр. Супермаркеттің өзі хайп жасаймыз деп, өздері әдейі жасаған-ау десең жоқ. Қаншама заттар сынып, қайта олар минусқа кіріп кеткен ғой. Енді не айтарымды да білмеймін, қатты шошып кеттім өзім. Аруақ дейм ба, көзге көрінбейтін монстрлар дейм ба, білмеймін, ужас. Мазарат. Бұл кәдімгі телевизорда көрсетілген жаңалық. Артындағы мазаратта аруақтар көп деген өсек тарап кеткен соң, журналистер өздері келіп тексеріп көрейік деген екен. Енді өсек шынымен де рас қой деймін. Қыздың сол жағына қарасаңыздар, тез-тез жүріп өткен бір нәрсені көруге болады. Негізі журналист қыз, міне біз келдік мазаратқа, тексердік, ешқандай да аруақты көрмедік, олар жоқ деп айтып жатыр да, ал артында не болып жатқанын көріп те тұрған жоқ. Монтаж дейін десең, монтаж да емес, өйткені прямой эфирде болған жағдай, еще и жаңалықта. Сіздер не ойлайсыздар? Үйде қалған иттер. Джессика атты қыздың екі жақсы көретін иттері бар еді. Джессика жоқ кезде олар үйде өздері қалатын. Қыз үйге келіп камераны көрсе, мынаны көріп қатты шошып кетті. Не болып жатыр иттерге? Дуалдан итті итеріп жіберген ба? Не ола? Еще қимылдап тұр ғой, көрдіңіздер ма? Үйге келіп барып қараса, ана жақта бір ағаш, естен адам басқа дым да жоқ. Адам түгілі кішкентай жануар да сыймайды ғой мұнда, деп қыз таң қалып әрі қорқып жатыр. Итті де itергені сонша сырғанып кетті ғой байғұс. Әр үйде домовой болады дейді ғой, мүмкін сол ма екен, а? Кошмар. Ойласаң болды, қорқасың. Мамасына келген қыз. Ал бұл видео осыдан примерно 5 жыл алдын тиктокта пайда болған. Кішкентай қыз өзінің ерте қайтыс болған мамасына келген. Қараңыздар, қыз мамасының аруағын көріп тұрау. Бірінші қолын көтеріп, амандасады, кейін басын көтеріп, сүйгендей болады. Енді барлығы кішкентай қыз точно мамасын көрді, сөйлесі деп айтып жүр. Еще бұрыннан келе жатқан теория да бар ғой. Кішкентайлар, яғни бөбелер аруақтарды анық көре алады, сөйлесе алады деп. Енді мен де қыз мамасын көріп бір қуанып қалды деп ойлаймын.
Жалпы қайсы сіздерге қатты қорқынышты болды? Маған әсіресе анау супермаркеттегі аппақ бірдеңелерші сол кәдімгідей қорқынышты болды. Шынымен де камераға түсіп қалған видео ғой. Негізіші бұл өмірде дәлелденбеген, әлі анықталмаған, жауабын ешкім білмейтін заттар өте көп. Іздене берсең шыға береді. Міндетті түрде маған тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий көп жазыңыздар және достарыңызға таратыңыздар көрсін. Егер осындай біртүрлі заттарды көрсете берші, Диана, бізде көрейік, бізде білейік десеңіздер, онда дәл жаңағыны орындаңыздар. Лайк басамыз, комментарий жазамыз, достарымызға, чаттарға осы видеоны таратамыз каналға тіркелеміз. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.